Премьер-министр Олжас Бектенов Абай облысына жұмыс сапары аясында Семей орманы табиғи резерват аумағын әуеден тексеріп, мемлекет басшысының өрттенген Қарағайлы орманды қалпына келтіру және өрттің алдын алу, орман шаруашылығындағы мәселелерді шешу жөніндегі тапсырмаларының орындалуын тексерді. Бүгінгі таңда былтырғы маусым айында орын алған 66 мың гектарға жуық орман қоры зардап шеккен ірі орман өртінің салдарын жою мақсатында ағаштарды көбейту жұмыстарын жүргізуде. Үкімет басшысы табиғи резерват аумағындағы орман әлімбағы кешені мен ағаш тұқымы станциясын аралап көрді. Онда заманауи швед жабдықтары арқылы жеделдетілген технология бойынша жабық тамыр жүйесі бар қарағай көшеттер өсіріледі. Bir жылда мамандар 2 рет жалпы 3 миллион көшетке дейін алады. Жабық тамыр жүйесі бар көшеттердің сапасы дәстүрлі әдіспен өсірілетіндіктен жоғары. Бұл орман дақылдарының жоғары деңгейде жерсінуін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ резерват аумағында ертіс өңірінің таспа қарағайын өсіру және қалпына келтіру жобалары іске асырылуда. Сонымен қатар Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Семей орманы резерватының аумағына 70 мыңнан астам көшет отырғызылған. Олжас Бектенов Семей орманындағы өртенген Қарағайлы орманды қалпына келтіру жұмыстары негізінде орман ағаштарын заңсыз кесуге қарсы күресті күшейтуді тапсырды. Үкімет басшысы сапар аясында Семей қаласындағы апатты жылу электр орталығының жаңғырту барысын бақылап, инженерлік инфрақұрылымның жай-күйін және жылу беру кезеңіне дайындығын тексерді. Премьер-министрге энергетика саласын жалпы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту жоспары мен қазіргі жағдайы туралы баяндалды. Абай облысы қызыл аймақтағы өңірлердің қатарына кіреді. Облыс бойынша жылу желілерінің тозу деңгейі 64,2%-ға жетеді. Бүгінгі таңда 28 жоба іске асыру сатысында, 37,9 шақырым желі мен 17 жылу көзін салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Энергетика инфрақұрылымын жаңғыртуға 10,9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Кариков осы жылдың қорытындысы бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде коммуникациялардың тозуының 57,7%-ға дейін төмендеуі күтіліп отырғанын айтты. Олжас Бектенов жылу желілерін жаңғырту, апаттық жағдайлардың алдын алу, тозуды азайту және инфрақұрылымның сапасын арттыру бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Энергетика қаржы министрлігіне жылу электр орталығы 3 магистралдық желілер құрылысын қаржыландыру тетігін пысықтауды тапсырды. Премьер-министр Эйкос кәсіпорында да болды. Кәсіпорын Қазақстанның үздік 50 жеке салық төлеушілердің қатарына кіреді. 2023 жылы шамамен 1,5 миллион шина сатылып, бюджетке 9,5 миллиард теңгеден астам қаржы төленді. Жобалық өнімділік тәулігіне 50 тоннаға, оның ішінде тәулігіне 10 тонна шинаны термиялық өңдеуге және 40 тонна механикалық өңдеуге жетеді. Дүниежүзілік суға батудың алдын алу күні қарсаңында төтенше жағдайлар министрлігі балаларды суда қорғаныс атты апталық акциясын бастауда. Акцияның мақсаты балалардың судағы жазатайым оқиғаларының алдын алу. Суға түсу маусымы басталғалы судағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қазақстандық құтқарушылар су айдындарынан 160 адамды құтқарды, оның 44-і балалар. Республикалық балаларды судан қорғаңыз акциясы аясында Абай облысы төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері Семей қаласының жағажайында балалардың суда қауіпсіздігі мақсатында және адамдардың суда қауіпсіздік мәдениеттілігін арттыру мақсатында осындай акция өткізіп жатыр. Акцияның басты мақсаты балаларға судағы балалардың қараусыз қалдыруы, осы фактінің алдын алу. Бұл жерде біз акцияның барысында балаларды аниматорлық адамдармен бірге ойнату, оның ойнату барысында балаларға сұрақ қою викториналық. Ол сұрақтардың тақырыбы балалардың судағы сауаттылығын арттыру мақсатында болды. Маманның айтуынша, жаз мезгілі басталғаннан бері облыс аумағында 10 адам суға батып кеткен. 10 адамның 3-і жасөспірім балалар. Осы жағдайға байланысты төтенше жағдай департаменті қызметкерлері облыс тұрғындарының судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеді. Сонымен қатар, бүгінде жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша 9 қайықты және 28 жаяу патруль қызметі атқарады. Атқарылған жұмыс нәтижесінде су айдындарында 21 адам құтқарылған. Семей қаласында инфрақұрылымды жақсарту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар аясында 17 ауылішілік жолдарда асфальттау жұмыстары толықтай аяқталды. Бұл жоба тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасауға және қауіпсіздік деңгейін арттыруға бағытталған болатын. Қазіргі таңда 8 ауылішілік жолдарда асфальттау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоспарға сәйкес қыркүйек айының ортасына дейін тағы 20 аулаға асфальт төселетін болады. Биылғы жылда жалпы 45 аула аумағын асфальттау көзделіп отыр.
Аманат партиясы Абай облыстық филиалы таза бейсенбі республикалық экологиялық акциясы Жарма ауданы Ханым өзенінің жағалауын тазартты. Акцияға партиялар мен жасыл ел сарбаздары, ауыл тұрғындары жалпы 80-ге жуық адам қатысты. Ханым өзенінің 1,5 гектар аумағы тазаланып, 80-ге жуық қап қоқыс шығарылды. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында Ақсуат ауданы Екпін ауылында дәрігерлік амбулаториялық пункттың алғашқы кірпіші қаланды. Құрылысшы мамандарға ауыл медицинасының қызметкерлері ақ халатты абзал жандар құрмет көрсетіп, дастархан жайып, ауыл имамы арнайы Құран кәрім аятынан оқып, хатым түсірді. Шараға жиналған ауыл ақсақалдары, ардагер ұстаздар және медицина саласының ардагері Бақыт Әбдікенова алдағы құрылыс жұмыстарының сапалы және уақытында бітіруіне тілектестігін білдірді. Салынып жатқан жаңа медициналық мекеме заманауи құрал жабдықтармен жабдықталатын болады. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.